Абай Құнанбайұлы 8-ші қара сөзі. Осы ақылдығым үйренеді. Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақылды үйренейін, насихатты тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де озық кісіміз. Өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Олар өздері түзеліп жеткен, енді елді түзеліп қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де қол тиме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға ырзалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, сол шығынды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай. Біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, адамдық, білім, ғылым, ақыл еш нәрсе малдан қымбат демейді. Малы болса, Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын. Ұғайын десе де қол тиме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, сауда жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры бөрі, қыс, суық сұғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның барлығын жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша қашан? Қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзі тыңдамайды. Аналары андай боп тұрғанда білім, ғылым, ақыл дегенді не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөз ғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен сі жоқ. Алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, ешбір мұңы болмаса керек.